Мен Қобда қазақ орта мектебінің 7 сынып оқушысы Айтмамбетова Зере, табиғатты аяла жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілердің республика форумының жасыл идея номинациясының қатысушымын. Мен табиғи ресурстарды үнемдеуге, қалдықтарды азайтуға, экологиялық ластану деңгейін төмендетуге және табиғи экожүйелерді қалпына келтіруге мүмкіндік беретін өз жобамды ұсынғым келеді. Бүгін мен өз қолыммен биопластик жасайтын боламын. Ол үшін бізге желатин, крахмал, глицерин және су керек. Пеш және кастрюль керек. Ең алдымен мен 20 грамм желатин алып, оның үстіне 60 мл су құятын боламын. Одан кейін мен қасықты алып, осындай араластырғанымда шыққан затымды 10 минутқа қалдырамын. Енді мен пешті қосып, осы 500 мл суды кастрюльге құятын боламын. Ендеше біздің суымыз қайнауға жақын, біз қазір көкөніс крахмал салатын боламыз. Глицерин құямыз. Дайын болған желатинімізді құятын боламыз. Енді әдемі түс шығу үшін тағамдық бояуыш қосатын боламыз. Енді дайын болған пастаны тегіс қаптарға құйып, 3-4 күнге қалдырамыз. Менің жобамның тақырыбы биопластика болашақтың экоматериалы. Қазіргі таңда адамзат алдында тұрған ең үлкен мәселелердің бірі қоршаған ортаның ластануы. Бұл мәселе негізгі себептерінің бірі пластик қалдықтарының шамадан тыс көбеюі. Пластик күнделікті өмірде өте кең қолданылады. Біз оны пакет, бөтелке, ыдыс, қаптама материалдарды ретінде жиі пайдаланамыз. Алайда пластиктің ең үлкен кемшілігі оның табиғатта өте баяу ыдырауы. Осы мәселені ескере отырып, мен табиғатта биоматериалдардан биопластика дайындап көрдім. Мен биопласт әдісімен күнделікті өмірде қолданылатын пакет жасадым, тамақ қаптағыш жасадым және де өзіме дәптер қаптағыш жасадым. Осының бәрі табиғи өнімдерден жасалған.